Мото Қазақстан кезек сайты және Мото Қазақстан инста тикток парақшасы назарларыңызда. Хаужи Хейджи 150 куб мотоцикліне қысқаша сипаттама. Хаужи 150 куб моделі өзінің сенімділігі мен тиімділігі және заманауи дизайнмен ерекшеленген мотоцикл. Ол күнделікті қолдану үшін де және ұзақ сапарлар үшін де тамаша таңдау. Артықшылықтарын айта кетейін. Негізгі сипаттамалар: қозғалтқыш көлемі 150 куб, 4 тактылы. Ауамен салқындатылған, яғни ауа арқылы салқындайды. Мына жерде де мынаны көре алдыңыздар ма? Бұл жаңа моторлардағы артық жанбай алған майларда немесе жаңағы қатты қысым күшті шығарып тастау үшін арналған. Біреулер воздушный фильтр дейді, тағы бірдеңе деп атайды. Ондай емес, бұл нақтылы несі сондай. В общем, жаңа мына бензин жанбай алғанда мына гүлшақтан тарс еткен дыбыс шығады. Осы сияқты дыбыстың болмауы үшін артық майды осыдан шығарып жібереді. Мотордың артық қысым түсуіне сақтайды. Қуаты 10 киловатт, 14,2 ак. Айналымы минутына айналым 8500. Монет 13,8 HM. Минут айналымы 6,5 мың. Отын жүйесі карбюратор. Әдеттегі PZ30 деген карбюраторлар тұрады. Кез келген жерден сатып алып қоюыңызға болады. Қозғалтқышты іске қосу электр статор және типкімен. Өлшемі ұзындығы 1980 милли. Ені 725 милли. Биіктігі 1095 милли. Дөңгелек базасы 1270 милли. Салмағы енді 135 килограмм деп заводта жазыпты. Енді 130 шықпайды, ары кесе 115-120 килограммға дейін шығады. Жанармай тұтыну, жанармай бағы 12 литр. Орташа шығыны 100-ге 2 килограмм 100 грамм жейді. Жылдамдылық, максималды жылдамдығы мына жерде читокта 160-140-қа дейін шығарған, енді 120-140-қа дейін барады. Өте опасный, енді бұларда тепе-теңдік ондай қатты мықты емес. Шама бар, 100-бен жүргенді өзіміз ұсыныс етеміз. Өйткені бұл жаңа жарыс неге арналмаған мотоцикл, жай тұрмыста пайдалануға арналған мотоцикл. ABS жүйесі жоқ бұда. Енді амортизаторлар жайлы айтатын болсақ, қос амортизаторлы, тежегіші алдыңғы арты бәрі барабан. Дизайн, общий дизайн осындай. Тежегіш жүйелері бәрі барабан, ол жайлы айттық. Артықшылықтары: экономикалық тиімділік, жанармай үнемдеу, ұзақ қашықтықтарға сапарға жүруге мүмкіншілік береді. Бензинға өте эконом, және де айттық 100-ге 2 литрдің шамасында жейді. Хаужи бұл тек қана Қазақстанда емес, әлемдік бренд деуге болады. Негізгі ата-бабасы мұның Suzuki. Просто Қытайлар бұл Suzuki'ді жаңағы Қытайда сату үшін, дилер ұсталасын алу үшін бұған үшін Хаужи деген өздерінің ұлттық бренд, яғни Қытайша атау қойып тастаған. Негізгі бұрынғы ата-бабасы Suzuki. Қорытындылай келетін болсақ, 150 куб Хейджи модель күнделікті қолдану үшін де өте ұзақ сапарлар үшін де тамаша таңдау. Оның сенімділігі мен жанармай үнемдеу сапарларыңызды ыңғайлы әрі қауіпсіз етеді. Мото Қазақстан ұсынған бұл модель өзіне тән жоғары сапалы және сенімді стандарттарға сай келеді. Сондықтан Хаужи таңдасаңыздар өкінбейсіздер. Біз анау-мынау жаман нәрселерді сіздерге ұсыныс етпейміз. Міне Хейджи модельдері, сосын Хейджи 150 куб 2i деген модель бар, мынау жай 2. Одан кейін мына Хаужиның мына сияқты түрлері бар. Бұда моделі
Хиджи 3-ші модель. Мынау 3-ші ұрпақ. Мынау жаңағы 2-ші ұрпақ, жаңағы қызылдың қарасы. Тағы да басқа түрлері бар. Оған енді айырым обзор түсіру керек. Өйткені ол хаужилер не мына сияқты мынау. Вообще басқа бертінгі модельдер бұлар. Не жерде біраздар тұр. Қазір ыңғайлы жерден көрсетіп кетейін сіздерге. Көне мотоцикл бізде жеткілікті мөлшерде. Мынау да бір моделі. Мынау жаңа мен арнайы обзор түсіріп кеткен сол Хиджи 2 моделі. Міне мына сияқты жаңа модельдер бар. Жылы едәуір жаңа. Бұларда жаңа электронный ток, сосын бәрінде сепной мотор. Ананың мотор жайлы айтпай кетпеймін, бұларда көбінесе сепной жүреді. Оригинал мотоциклдердің бәрі сепной жүреді. Штанкүймен өте аз кезігеді. Міне хауженің мына модельдер бар, мына модельдер бар, сосын мына модельдер бар. Міне мынаны ұнатып қалсаңыз, міне жерде 150К08 деген модель міне. Арт жағына өзіміз нөмірлегенбіз. Телеграм каналдарымызда мыналардың жеке видеосы бар. Жеке талдауларыңызға болады міне. Осылай түсіргенбіз. Мына жақта да хаужи міне. Өте көп мөлшерде бар, әдем хаужилер бар. Бұл санатта тек қана хаужиге тоқталып жатырық. Негізі бізде Yamaha, Honda, Suzuki бәрі бар. Қалай заказ бергілеріңіз келсе, солай заказ бергілеріңізге болады. Жеткілікті мөлшерде. Бітік қалды, бүйтік қалды, сөйтіп қалды деген әңгіме жүрмейді бізде. Өте көп мөлшерде. Ана жақта да көрдіңіз, мына жақта да көрдіңіз. Енді сіздерге мына жақта да көрсетем. Мына жақта да міне тонна болып тұр. Сіздерге қалай ыңғайлы солай заказ беріңіздер. Негізі хаужи бұрын мына сияқты міне Suzuki болған міне. Қытайлар өздерінің мүддесі үшін, өздерінің нарығы үшін хаужи деп өзгертіп жатты. Ал оларға тиімді, мысалы, олар да өздерінің отандық брендтерін жақсы қолдайды. Мысалы, хаужині көп сатып алады Қытай жақта. Ал Қазақстанға бұны хаужи деп әкелгеннен пайда жоқ. Өйткені көп адам қорқады бұл. Бұл қытайский әдеттегі бренд шығар бір. Или бренд емес шығар дейді. Шынтып айтында бұның арғы тегі Suzuki. Міне бертінгі модельдері міне мына сияқты шықты міне. Аналар кетті әдемі. Енді бұны мен көп айтып зарламай-ақ қойын, хаужи деп тура осы жазуды міне. Мына жазуды интернетке терсеңіз, менен де жақсы ақпараттар айтады. Ағылшынша, орысша, қытайша, немісше, французша, арабша бәрін айтып береді. Осымен видеомыз тамам. Қандай да бір бұл оригинал мотоцикл алу керек болса, Мото Қазақстанға жазыңыздар, адаспаңыздар әрқашан. Баға арзан, өте арзан. Сайтты ашып қарасаңыздар, өздеріңіз сенбей қаласыздар.